Құттықтаймын балақай. Hello. Біз бүгін бірінші модульдің барлық сабағын бітіріп, тек қана қайталау ғана қалды. Қайталау сен үшін өте оңай, өйткені сен барлығын жаттап алған болатынсың. Иә, қайталау өте оңай. Easy. Өзіңнің кітабыңның 16-17 бетін орындайтын боламыз бүгін, иә? 16 бетін аша қой. Ең алғашқы біздің тапсырмамыз. Қарашы экранға. Мен қазір мына жерде жасырынған отбасы мүшелерін сұраймын. Ал сен маған айтып бер. Жарай ма? Кеттік ендеше. The first picture. Бірінші сурет. Кім тығылып тұр о жерде? Қандай отбасы мүшесі бар? Иә, мами. Дұрыс айтасың, мами. The next. Келесі. Кім ол? Daddy. Дұрыс айтасың. Керемет жаттап алыпсың ғой сен. Келесі сурет. The next picture. Who is that? Кім ол? Иә, brother. Ағамыз немесе ініміз. Молодец. Жарайсың. Келесі. Әпке деген сөз есіңде ме? Иә, sister. Good job. Окей. Бірінші сынақтан сүрінбей керемет өттің. Ал енді менің саған арнаған қазір екінші тестім бар. Екіншісінде listen and circle деп тұр. Тыңдайсың және белгілеуің керек, дөңгелектеп. Қарашы, мына суретте отбасы мүшелері берілген. Бірінші, бір деп тұр ғой, көріп тұрсыздар ма? Сол жерде mommy and daddy тұр. Я? Мен егерде түсіндіріп жіберейін. Мен егерде daddy деп айтсам, сен daddyді дөңгелек, мамиді емес. Қандай сөзді айтам, сол сөзді белгілеуің керек. Сол суретті, соған сәйкес суретті белгілеуің керек. Жарай ма? Ал кеттік. Біріншісі daddy. Оны айтып қойдым. Daddy. Белгіледім ба? Дөңгелектедім ба? The next one, second. Екіншісі. Қайсын айтсам болады? Sister. Аха, белгіледің ба? Керемет. The next one, third. Үшіншісі. Mommy. Белгіледің ба? Керемет. Жақсы келе жатырсың. Талпына бер ары қарай. Төртіншісі. The fourth. Brother. Good job. Бәрін белгіледім деген үміттемін. Күшті болды. Бәрі керемет. Сен менің сынағымнан бүгін сүрінбей өтіп келудесің. Келесі бетті аша қой. Бүгін өте оңай сен үшін. 17-ші бетте сенде көп деген түйелер берілген, иә? Түрлі түсті. Сен түстерді өткеннен кейін оның бәрін білуің керек түстерді, иә? Біз 6 түрлі түстерді өттік. Қандай? Red, blue, yellow, purple, green, and тағы қандай түс? Есіме түспей жатыр. Қайтадан қайталайықшы. Бір түсті ұмыт кеттім. Кеттік ал. Red, blue, purple, green, orange. Қандай түс болмай тұрғаны? Yellow. Дұрыс айтасың сен. Yellow. Good job. Осы 6 түске байланысты қазір what's the next? Келесі қандай түс екенін анықтауымыз керек. Соны еще бояуымыз керек. Жарай ма? Мысалға біріншісін қарашы. Көк, қызғылт сары, көк, қызғылт сары тұр, иә? Келесіде көк,
қызғылтса, яғни кезек кеп тұр, я? Соны соған байланысты бояймыз. Ал кеттік. Blue, orange, blue, orange. Blue and orange. Бояп ал. Так, оны өзің бояйсың қазір. Енді екіншісінде қандай түс қайталанып келу керек келесі? Green, red, yellow. Қайтадан. Green, red, yellow тұр. Келесі green, greenнен кейін қандай тұру керек? Қарақ, жасылдан кейін қандай түйе тұр бізде? Қызыл, red. Өзің бояй ғой. Егер де түсінбей жатсаң, тағы да ата-анаңнан көмек сұрасаң болады. Ата-анаң міндетті түрде осы жерде саған көмектесіп бере алады. Өте оңай. Үшіншісінде де тура сол. Енді екі түйеден бояймыз. Екі purple, екі green. Екі purple, екі green тұр. Келесі purple, green. Келесі екеу қандай болу керек? Yes, purple. Кәне бояй ғой, purple. Және төртіншісі тапсырмада. Екі yellow, бір blue. Одан кейін бір yellow тұр, қасында бір тағы да қандай түс жетіспей тұр? Yellow. Өйткені басында бізде екі yellow түйе, одан кейін бір blue. Одан кейін екі yellow түйе, одан кейін тағы да бір blue түйе тұру керек еді. Соны өзің әдемілеп отырып бояй ғой. Саған бір 3 минут берейін. Қарындаштарың дайын деген ойдамын. Тез бояй ғой. Астында көріп тұрсың ба? Жұлдыз, 3 бұрышты және 4 бұрышты смайликтарымызды. Үшеуінің көңілі 3 түрлі. Неге деп ойлайсың? Өйткені былай болып тұр. Қазір сен өз-өзіңді бағалайтын боласың. Және қарай қойшы. Егер сен барлық тапсырмаларды дұрыс орындаған болсаң, онда сен жұлдызшаны қоясың. Және жұлдызды әдемілеп отып, өзіңнің favorite color, яғни сүйікті түсіңе боя. Ал екінші үшбұрышты сәл-сәл көңіл күйі жоқтау болып тұр. Өштен кетпейді. Сен егерде барлығына дұрыс жауап беріп келе жатып, кейбір жерінде ғана қателескен болсаң, онда үшбұрышты боя. Әділетті бол, өзіңді шынайы бағала. Жарай ма? Және үшіншісі бізде тіпті көңіл күйі жоқ. Егерде сен осы қайталауда нашар жазған болсаң, онда сен 4 бұрыштыны бояуың керек болады. Өйткені оның көңіл күйі жоқ, жаңағы нашар оқығаннан кесірінен, бірақ ешбір қам жеме. Егерде сенде де әлі жұлдызша алуға мүмкіндігің бар. Ендеше менің барлық сабақтарымды тағы да бір көріп шықсаң, сен міндетті түрде түсініп аласың. Жарай ма? Ерінбей, тапжылмай, кәдімгідей күштетіп оқып, бәрін келесі сабаққа дайын бол. Жарай ма? Егер де сен жұлдыз шалған болсаң, міндетті түрде ата-аналарыңмен және менімен осы YouTube каналымызда комментарий қалдырып, қандай баға алғаныңды, жұлдызша ма, әлде 3 бұрыш па, 4 бұрыш па, соның бәрін маған жазып жер. Мен сенің бағаңды көріп бір қуанып қалайын. Саған үлкен рахмет. Thank you very much. Сабақ оқып жүргеніңе. Ал бірінші модульді бітірумен құттықтаймын. Келесі сабақта жаңа модульді бастағанша көріскенше. Goodbye.